Ертеде ағайынды үш жігіт өмір сүріпті. Үйдің ең үлкені ақылды, ал кенжесі алаңғасар ақмақтау екен. Әкелері қартайып өмірден озыпты. Ағалары әкеден қалған мал-мүлікті теңдей бөліп алыпты да, інілеріне енші бермей үйден қуып шығыпты. Байлыққа ие болу үшін ақылды болу керек, депті олар. Олай болса мен өзіме ақыл іздеймін, деп кенже ұлы жолға шығыпты. Аз жүрді ме, көп жүрді ме, әйтеуір бір елді мекенге жетіпті. Алдынан кезіккен ең бірінші үйдің есігін қағып, өзін жұмысқа алуды өтініпті. Бір жыл бойы жұмыс істеп, енді еңбекақысын алар кезде үй иесі жігіттен: «Саған ақыл керек пе, әлде ақша керек пе?» деп сұрапты. «Маған ақшаның керек жоқ, ақыл бер», депті ақымақ жігіт. «Жарайды, олай болса, саған бір жылғы еңбегіңе бүкіл заттың тілін түсінетін қабілет берейін», деп үй иесі жігітті шығарып салыпты. Ақымақ жігіт келе жатып бір биік бағанаға кезігіпті. «Қызық, мына бағана қандай ағаштан тұрғызылған екен?» деп таңдай қағыпты. «Мен кезінде әдемі биік қарағай едім», депті бағана. «Кез келген заттың тілін түсінесің деген қожайын өтірік айтпаған екен», деп жігіт еңбекақысын алған қабілетіне риза болып, әрі қарай жүріп кетіпті. Ол жолда кезіккен барлық заттың тілін түсініпті. Аз жүрді ме, көп жүрді ме, әйтеуір бұрын ешкім көрмеген бір елге жетіпті. Бұл елдің патшасы өзінің сүйікті сыбызғысын жоғалтып алыпты. Соған қайғырып отыр екен. Сыбызғыны тапқан адамға өзінің сұлу қызын беруге уәде беріпті. Ханшайымды алуға дәмелілердің барлығы сыбызғыны іздеп көріпті. Алайда ешқайсысы таба алмапты. Ақымақ жігіт патшаға келіп, сыбызғыны тауып беретінін айтыпты. Сөйтіпті де қаланың орталық алаңына барып: «Сыбызғы, сыбызғы, сен қайдасың? Жауап берші маған!» деп айғайлапты. «Мен алыс алқапта, тастың астында жатырмын», деп үн қатыпты сыбызғы. «Сені ол жаққа кім апарды?» «Мені патша байқаусызда түсіріп алды». Жігіт патшаның сыбызғысын тауып әкеліпті. Қуанған патша жігітке өз уәдесін еткен қызын беріпті. Ал қыздың жүгіретінде алтын ер тұрманы бар жүйрік ат пен бағалы ішік сыйлапты.